Хай, сендермен бірге Айкерім Бақчанова. Бүгін мен видеомда ерекше өте сондай рисковать ететін видео түсіріп жатырмын. Шошымда қырқайын деп жатырмын. Өзім мүмкін тиктоктағы видеоны көбіңіз көрген шығарсыздар. Каскад қылып кесіп. You see me empty, license from the bottle in my head of being dizzy, but you never fucking listen. Got a junkie, y'all confused. I've been heading in directions where I end up getting bruises. It's what the truth is. I take the blame, always getting jaded back around. They're all the same. Never want to hear me. I've been beating from the start. Бүгін дәл сол видеоны мен қайталап көрмекшімін. Конечно, қобалжып тұрмын, қорқып тұрмын, кейін өкінуім де мүмкін, бірақ әйтеуір мәселеміз сол. Кім тәуекел етпейді, сол мұратқа жетпейді. Бұл қай мультфильмнен екенін тапқандар комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Бүгін бізге тарақ, қайшы және резинка керек болады. Алдымен барлық шашымызды алдыға қарай жинаймыз. Потом маңдайдан резинкамен түйеміз. Пожелайте мне удачи. Білем өтіп тұра жала. Енді бірінші подход кетті. Результатты көрейік. Енді видео түсіріп жатырмын. Келесі кезекте шашымыздың артын қалдырып, тағы екіге бөлеміз. Исмаил, маған мешать етуге келген болсаң, кетмеш бар. Осылай артында қалдырамыз да, тағы да алдын резинкамен түйеміз. Егер дұрыс емес шығып қалатын болса, шаш тісімес өтеді. Өкінбеймін. Екінші подход кетті. В общем, қазіргі результатым осындай. Мен көріп тұрған жоқпын қандай екенін. Енді ең соңғы подход, үшінші подход. Ең өте жоғары жақтан жаңағы алдыңғы екеуінен де аз көп аламыз. Себебі бізге каскад деген негізі лестница сияқты болып тұрып керек, баспалдақ сияқты шаштар. Оу, может, арасында мен дұрыс емес бөлдім, но пофиг. Оны кім қарап жатыр дейсің. Үшінші подход, соңғы подход. Қош болыңыздар, менің сүйікті шаштарым. Енді результатты көреміз. Боже мой. Қатты қысқа. Негізі менің шашым түзу шаш болғандықтан укладка жасамаса каскад екені қатты көрінбейді. Бірақ мен сонда да пробовать етіп көрейін дедім. Менде қазір плойка жоқ. Укладка жасайтын. Маған ешқандай результат бермей тұрған жоқ, шынымды айтсам. Конечно, қанағатсызбыз ғой. Кекіл қарқып жіберу деп. Так, буквально мен не
облажайся до конца. Тегін парикмахер кімге керек? Жазыңдар. Осымен біздің видеомызды соңына жетті. Егер мен шынымды айтсам, менің ойымдағыдай шықпады. Вообще результат көріп тұрған жоқпын. Егер сіздердің шашыңыз бұйра болса, немесе мен укладка жасап жүретін болсаңыздар, жасап көріңіздер. Сіздер менен бір результат көріп тұрсыздар ма? Маған почему-то көрмейді. Өкінбеймін. Осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып, колокольчикті басуды ұмытпа. Осылай менің YouTube каналым тезірек дамуына көмектесесің. Сау бол, келесі кездескенше.